Алматы қаласының полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіптің бұзылуына жол бермеу және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ойын-сауық орындарында рейдтік іс-шаралар жүргізді. Тексеру барысында қорқор пайдалануға қатысты 40-тан астам құқық бұзушылық дерегі анықталды. 50-ден астам қорқор аппараты тәркіленді. Сонымен қатар, қажетті рұқсатсыз жұмыс істеген шетелдік азаматтар және кәмелетке толмағандардың ойын-сауық нысандарында заңсыз кіру фактілері тіркелді. Барлық материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрі қарай қарау және шара қолдану үшін жолданды. 2025 жыл профилактика жылы деп жарияланған. Біздің жұмысымыз құқық бұзушылықтың алдын алуға, қоғамдық тәртіпті нығайтуға және заң мен тәртіп қағидатын қамтамасыз етуге бағытталған. Ойын-сауық нысандарының иелері мен әкімшілігіне ерекше жауапкершілік жүктеледі. Олар құқық бұзушылықтарға жол бермейтін жағдай жасап, келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, заң талаптарын қатаң сақтауы тиіс. Полиция қызметкерлері жүйелі тексерістерді жалғастырып, анықталған барлық заң бұзушылықтар бойынша қатаң шара қолданады. Бұл әрбір азаматтың өз қауіпсіздігіне сенімді болу үшін маңызды.